Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Біз бүгін зәр түзілу кезеңдерімен танысамыз. Зәр түзілудің бірінші кезеңі абсорбция немесе ультрафильтрация мен ультрасүзілумен танысамыз. Біз сабағымызды бастамастан бұрын бөліп шығаратын мүшелер туралы кішкентай есімізге білімімізді түсірейік. Бірінші, бөліп шығару, мысалы үшін қарапайымдыларда ол жиырғыш вакуоль екенін білесіңдер, бөліп шығару мүшесі. Ал сүтқоректілерде бөліп шығаруға қатысатын мүшелер ол тері, өкпе, бүйрек және ішек. Бірақ бөліп шығарудың негізгі мүшесі ол сүтқоректілерде адамда бүйрек болып саналады. Бөліп шығаруда соңғы өнімдер немесе ыдырау өнімдері бұл бүйрек арқылы шығарылады. Ол қайсы? Ол су, тұз, кейбір улы заттар, біз қабылдаған дәрі-дәрмектер бұл бүйрек арқылы зәр түрінде шығарылып отырады. Сонда бүйрек қанның осмостық қасиетінің тұрақтылығын сақтайды. Сондықтан бізде бүйрек маңызды роль атқарады. Енді бізде бүйректің құрылысын есімізге түсірейік. Мынау жерде біз бүйректің ішкі құрылысы бейнеленген. Бүйректің құрылысына келсек, ол екі қабаттан тұрады. Сырты, қыртысты, қоңырқай қабат. Міне, мына жерде біз ойша бөліп қойдық. Сонда бұл жер бірінші қыртысты, қоңырқай қабат. Ал ішкі жағы ол бозғылт милы қабат. Сонда ішкі жағын біз бозғылт милы қабат деп атаймыз. Сонда бүйректе осы екі қабат болады. Енді бүйректің құрылымдық қызметтік бірлігін нефрон деп атайды. Ал әрбір бүйректе, бізде бүйрек екеу, әрбір бүйректе 1 миллионнан астам нефрон болады. Ал енді осы нефронның өзі екі бөлімнен тұрады. Ол бірінші бүйректің капсуласы міне тұрған, екінші ирек шумақ бүйрек өзекшелері. Иректелген бүйрек өзекшелері. Осы екеуін қосып нефрон деп атаймыз. Сонда бүйректің құрылымдық қызметтік бірлігін нефрон деп атаймыз. Бүйректе ең негізгі қызмет ол зәр түзіледі балалар. Зәр түзіледі. Зәр дегеніміз не? Зәр дегеніміз ол судан, белгілі бір электролиттерден және жасушадағы зат алмасудың соңғы өнімдерінен тұратын сұйықтықты біз зәр деп атаймыз. Сонда бүйректе ең бірінші қызметі ол зәр түзіледі. Бүйректегі зәр түзілу механизмі 3 кезеңнен тұрады. Зәр түзілу механизмі қанша кезеңнен тұрады дедім балалар? 3 кезеңнен тұрады. Зәр түзілу механизмі. Үш кезеңнен тұрады. Бірінші кезең. Бұл бірінші абсорбция. Міне. Абсорбция. Немесе бұны біз сүзілу деп атаймыз, бұлайша айтқанда фильтрация. Фильтрация. Немесе ультра сүзілу. Екінші кезең реабсорбция. Немесе қазақшаласақ кері сіңірілу. Үшінші кезең ол секрецияның бөлінуі. Ол секреция дегеніміз зәрдің. Сонда бүйректе зәр түзілу механизміне келетін болсақ, бүйректе зәр түзілу механизмі 3 кезеңнен тұрады. Бірінші абсорбция, екінші реабсорбция, үшінші секрецияның бөлінуі. Енді
Метаболизмнің соңғы өнімдері, мысал үшін ол қандай соңғы өнімдер болуы мүмкін? Несеп нәр, зәр қышқылы, аммиак болуы мүмкін. Қан айналымы кезінде жасушадан қанға түседі де, бүйректе зәр түзілуі арқылы зәрдің құрамымен сыртқа шығарылып отырады. Енді бірінші реттік зәр, және бұл біз зәр түзілгенде бірінші реттік зәр және екінші реттік зәр түзіледі. Бірінші реттік зәр қалай түзіледі? Енді соған тоқталайық. Оған тоқталу үшін біз бүйректің ішкі құрылымымен танысуымыз керек. Мынау тұрған бұл бүйректің капсуласы деп аталады балалар. Міне, мынау тұрған бүйрек капсуласы. Бүйрек капсуласын Шумлянский боумен капсуласы деп атайды. Неге Шумлянский боумен капсуласы деп атайды? Ең бірінші нефронды сипаттаған Шумлянский. Сондықтан соның құрметіне Шумлянский боумен капсуласы деп атайды. Оның ішінде бұл капсуланың ішінде міне шоғырланған капиллярларды көріп тұрсыңдар. Ал бұл капиллярлар не? Бұл капиллярлар шоғырланып Мальпигhi түтікшесін түзеді. Былайша айтқанда капиллярлар шоғырын түзеді. Бұл капиллярлар, бұл жерде 50-ге жуық капиллярлар болады. Олардың аралығында диаметрі 50-100 нанометр болатын саңылаулары болады. Бұл шумақталған капилляр тамырлары немесе Мальпигhi тамырлары деп аталады. Енді капсуланың өзі қарап тұрсаңдар тостағанша тәрізді. Себебі капсуланың қабырғасы бір қабат эпителийден тұрады да, олар қос қабырғалы болады. Екі қабырғаның арасында кеңістік болады. Осы кеңістікте болашақта бағанағы бірінші реттік зәр жиналады. Ал оның ішкі қабырғасы, капсуланың ішкі қабырғасы, ол капилляр тамырының қабырғасына жанасып жатады. Міне, ішкі қабырғасы капилляр тамырларының қабырғасына жанасып жатады. Енді капсуланың қысқа мойны, міне қысқа мойны бірінші қатардағы ирек каналға жалғасады. Мұна ирек канал көріп тұрсыңдар ғой, балалар. Бұл промаксималды канал, проксималды каналдар деп аталады. Осыған бағанағы капсуланың қысқа мойны жанасып жатыр. Одан кейін түзу каналға жалғасады. Ол арғарай жоғарғы қыртысты қабатқа көтеріледі де, қайтадан жай иректелген дисталды каналға жалғасады. Ал дисталды канал ол жинағыш түтікшелермен байланысып тұр. Міне бұл бүйректің ішкі құрылысы. Енді бірінші реттік зәр қалай түзіледі? Бірінші реттік зәр қай жерде басталады? Бірінші реттік зәр абсорбция нәтижесінде түзіледі. Яғни бұл фильтрация нәтижесінде түзіледі. Алып келуші артерияны көріп тұрсыңдар, алып келуші артериядан сүзіледі, қан осы капсулада сүзіліп отырады. Осы қан сүзілген кезде бірінші реттік зәр түзіледі. Сонда абсорбция процесі боумен капсуласында жүріп отырады. Оған қатысатын капилляр шумақтары. Сондықтан бірінші реттік түзілген зәрді шумақтық сүзінді деп атайды. Себебі шумақпен сүзіледі. Бұл жерде сүзілу процесі қысымға байланысты сүзілу процесі болып тұрады. Енді екі бүйрек арқылы 1 минутта балалар барлығы 1200 мл қан өтеді. Сөйтіп оларда зәр түзіледі. Зәр түзілудің құрамы бойынша бірінші реттік зәрде қандай ерекшелік бар? Бірінші реттік зәрде бұл бірінші реттік зәр қанның плазмасына ұқсайды, бірақ өзінің ерекшелігі бар. Бірінші ерекшелік, бұларда қанның жасушалары болмайды. Эритроциттер, лейкоциттер, тромбоциттер болмайды. Және қан плазмасында болатын нәруыздар, альбумин, глобулин, фибриноген деп аталатын нәруыздар болмайды. Себебі бұларда неге болмайды? Себебі бағанағы шумақша капиллярлардан сүзілетін қанның құрамындағы заттар бағанағы капиллярлардың саңлауы арқылы, бұл жерде капиллярларда саңлау болады, балалар, бағана айттым, 50-100 нанометр болатын саңлаулар болады дедім. Сол саңлаулардан және шумақтың базальды қабықшасынан өтпей қалады. Сөйтеді де бағанағы мен айтқан қанның клеткалары, жасушалары немесе қанның плазмадағы
нәруыздар бірінші реттік зәрдің құрамында болмайды. Ал бірінші реттік қанның зәрдің құрамында немесе шумақтық сүзіндінің құрамында не болады деген сұрақ туады. Ол жерде су болады, глюкоза болады, амин қышқылдары болады, витаминдер, гормондар, несеп нәр және креатинин тағы басқа заттар осы бірінші реттік зәрдің құрамында болмайды. Сонда болады балар, құрамында болады. Ал болмайды не? Қанның жасушалары және плазма нәруыздар болмайды. Бағанағы су, тағы да қайталап айтамыз, су, глюкоза, амин қышқылдары, витаминдер, гормондар, одан кейін креатинин, несеп нәр, бұлардың барлығы бірінші реттік зәрдің құрамында болады. Немесе шумақтық сүзіндіде болады. 24 сағатта немесе бір тәулікте 180 мың миллилитр зәр түзіледі. Оны біз литрге айналдырсақ 180 литр. Бірақ біз бірінші реттік зәрдің мөлшері 180 литр десек, ол 180 литр біз оны күнделікті 180 литр зәрді шығармаймыз. Ол қайда кетеді? Біз оны екінші сабақта айтамыз. Сонымен біз бірінші сабақта, бүгінгі сабағымызда не білдік? Бірінші реттік зәр қандай процестің нәтижесінде түзіледі? Ол абсорбция нәтижесінде түзіледі. Бірінші реттік зәр қай жерден процесс басталады? Ол мына жердегі боумен капсуласында басталады. Міне балар, бүгін біз нені өттік? Біз бүгін абсорбция туралы өттік. Абсорбцияның екінші аты ол сүзілу, ультрасүзілу немесе фильтрация. Себебі ол сүзілуге қатысады капсуланың ішіндегі капилляр шумақтары немесе мальпиги шумақтары қатысады, және капсулада осы сүзілу процесі болады. Біз шумақтық сүзінді арғарай проксимальды каналға барып түседі. Міне балар, бүгінгі өткен тақырыбымыз осы. Сабақ түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.